Мұнай саласына сервистік қызмет көрсетуші компаниялар жергілікті биліктің қолдауын қажет етеді. Қара алтынның әлемдік бағасының құлдырауы жергілікті кәсіпорындарға едәуір салқынын тигізуде. Импорттық құрал жабдықтар және техникамен жұмыс жасайтын сервистік қызмет көрсетуші компаниялар тығырыққа тірелді. Себеп мұнайдың әлемдік бағасының күрт төмендеуі. Теңгенің еркін айналымға жіберілуі де мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға әсер етпей қоймады. Соңғы жарты жылдықта жерасты байлығын геологиялық барлау жұмыстары тоқтатылған. Бұрғылау 90%-ға дейін азайып, скважиналарды жөндеу көлемі айтарлықтай кеміген. Осының салдарынан жұмысшылар саны қысқарып, оларға жалақы төлеу, жергілікті бюджетке салық түсіру мәселесі де күрделеніп барады. Бір сөзбен айтқанда, мұнай және газ саласына қызмет көрсетуші компаниялар шығынға батудың сәл-ақ алдында тұр. На 50% сократилось количество объема заказов, работ. Мұнай сервистік компанияларда жұмыс ауқымы тапсырыс көлемі 50%-ға азайды. Бұл әрине ең алдымен салық төлеу, несиелерді уақытылы жабу, еңбек ақыны төлеу кезінде қиындық тудырып жатыр. Әлеуметтік міндеттемелерді төмендетпеуге тырысып жатыр әрбір компания. Кәсіпкерлер палатасында дағдарысқа қарсы штаб құрылды. Мониторинг жүргізіп отырмыз. Сондықтан бизнесті әртараптандыру мақсатында жергілікті мазмұндағы ассоциация құрылып, сізге таныстырғалы отырмыз. Жергілікті мазмұндағы ассоциация мүшелері жағдай одан әрі қиындап кетпес үшін биліктен қолдау сұрады. Аймақ басшысы жиынға қатысушылардың пікірін мұқият тыңдап, мәселені бірлесіп шешуге дайын екенін жеткізді. Кызылординский нефтесервис сегодня это порядка 50 компаний с общей численностью 37 тысяч человек. 37 тысяч человек. У нас в одной семье Кызылординской области по статистике 5 человек в одной семье. То есть семья до 50 натурат. Вот жетіні беске көбейтсеңіз, вот, пожалуйста, сразу 37 на 5 умножьте, и сколько у нас населения, значит, заинтересовано в нормальной работе нефтесервисной компании. Ухудшение ситуации нефтесервисной компании сразу же приведет к социальным проблемам многих семей, что недопустимо. Сервистік компанияларда кадр мәселесі де өзекті. Бұл ретте мамандарды даярлау жүйесіне мән берілу керектігі айтылды. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні аймақ экономикасының локомотиві саналатын мұнай және газ саласының дәуірі біте қоймаса да, әртараптандыруды қажет ететіні айқын сезілді. Ал жергілікті билік қазба байлықтарды игерушілермен бірлесе отырып, түйіндерді тарқатуға уағдаласты. Мөлдір Құлмырзаева, Талғат Сыдықов, Серік Қаражігітов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.